Қайырлы күн достар, эфирде Транспорт Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айгүл Даулыбай. Осы жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі шеңберінде автомобиль көлігі туралы заңға бірқатар түзету енгізілді. Атап айтқанда, такси мен жолаушыларды тасымалдауды жергілікті атқарушы органдардың ресми такси тасымалдаушылары бойынша тізіліміне хабарлама берген жеке тұлғалар жүзеге асыра алады. Аталған түзетулер 25 жылғы 1 қаңтардан бастап заңды күшіне енеді деп жоспарланып отыр. Алайда қазіргі уақытта мемлекеттік органдар жоғарыда көрсетілген нормаларды 24 жылдан бастап қолданысқа енгізу мәселесін қарастырып жатыр. Айта кетерлігі, елімізде Яндекс, Индрайвер, Максим, Апару және басқа да тапсырыс беру бойынша мобильді қосымшалар жұмыс істейді. Осы ретте таксиге тапсырыс берудің мобильді қосымшаларының қызметі бәсекелестік ортада екенін айта кеткен орынды. Көлік және логистика саласындағы Магистраль Awards бірінші ұлттық премиясы көлік министрлігінің, Есенгаринның көлік бастамалары қоры, Қазақстан темір жолы, ұлттық компаниясы, сонымен қатар Казлогистикс Қазақстан көлікшілер одағының қолдауымен өткізіледі. Байқау 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең қатысуға өтінімдерді қабылдау, екінші кезең сараптамалық кеңес мүшелерінің қатысушылардың жұмыстарын бағалауы және үшінші кезең салтанатты марапаттау рәсімі. Қатысушылар түрлі номинациялар бойынша марапатталады. Көлік кешенінің еңбек сіңірген мамандары мен қоғам қайраткерлерінен тұратын сараптамалық кеңес желтоқсан айының басында 50-ден астам өтінімді қарастырған болатын. Конкурстың қорытындысы биыл 20 желтоқсанда Астана қаласында шығарылады. Trip ICAO жолаушыларды сәйкестендіру бағдарламасы бойынша аймақтық симпозиум аясында халықаралық азаматтық авиация күніне арналған салтанатты жиын өтті. Әлемнің 30 елінен 280-нен астам қатысушының басын қосқан халықаралық деңгейдегі шара Қазақстанда алғаш рет өтті. Салтанатты жиын барысында бір топ қызметкер көлік министрі Марат Қарабаевтың атынан халықаралық азаматтық авиация күніне орай алғыс хаттармен марапатталды. Сондай-ақ бірқатар мемлекеттік орган, халықаралық ұйым, әуежай, шетелдік және отандық әуе компаниялары арнайы бекітілген номинациялар бойынша марапатталды. Көлік министрі Марат Қарабаев Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана ғимаратында солтүстік Қазақстан облысының тұрғындарымен кездесу өткізді. Көлік ведомствосының басшысы өңір тұрғындарының сұрақтарына толық жауап беріп, бірнеше мәселені өзінің жеке бақылауына алды. Сондай-ақ Марат Кәрімжанұлы облысты аралау барысында темір жол вокзалы, автовокзал және әуежайдың жұмысымен танысты. Көлік министрлігіне қарасты азаматтық авиация комитеті мен халықаралық бағыттар бойынша ұшу географиясын кеңейту бойынша атқарылып жатқан жұмыстар өз жалғасын табуда. Осылайша келесі жылдың 16 қаңтарынан бастап Wizz Air Abu Dhabi әуе компаниясы Түркістан Abu Dhabi бағыты бойынша тұрақты рейстерді іске қосады. Рейстер Airbus 321 үлгісіндегі әуе кемелерінде аптасына 3 рейс жиілігімен орындалады деп жоспарланып отыр. Атап айтқанда, аталған рейстер сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері жүзеге асырылатын болады. Жаңа әуе бағыты бойынша рейстерді іске қосу Түркістан қаласының тұрғындарына Әбу Даби қаласы арқылы транзитпен басқа бағыттар бойынша одан әрі ұшуға мүмкіндік береді. Жаңа халықаралық әуе бағытының ашылуы Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы сауда, экономикалық, іскерлік, туризм және мәдени ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді. Осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар топтамасы осындай. Бағдарламамыздың келесі шығарылымында жүздескенше.